Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті қос диплом жүйесін енгізбек. Шәкірттерін отандық қана емес, шетелдік білім беру процесіне сай оқытып, елдегі ауыл шаруашылығын түлететін мықты мамандар даярлауға бекініп отыр. Осы үшін алдағы 5 жылға жоспар әзірленген, бірақ қазірдің өзінде кадр дайындау процесін біршама өзгерткен. Оларға әріптесім Рауан Мыңбаев тоқталады. Бұл оқу орны отандық ауыл шаруашылығы саласына соны технологияларды енгізіп келеді. Шәкірттері тек теория емес, тәжірибе жүзінде білім алады. Елде қат мамандықтарды оқытуға ерекше ден қойылған. Себебі ауылдарда заманауи техника тілін меңгерген кадр тапшы. Бұл технологиялар қазір біздің класс солардың техникасының мынаның барлығы бар. Енді бізге ең бастысы нелерді оқыту керек. Механизаторлар бар, комбайнерлар бар. Кадр дайындау керек. Ол үшін бізде қазіргі кезде әр районда центр распространения знаний бар. Сол жерде қазір ақша бөлінген, сонда оқытып жатырмыз. Университетте кез келген қиындықтағы сызба қағаздарын шығарып алуға мүмкіндік бар. Ол үшін роботтандырылған сканер жұмыс істейді. Ал бұл модульді құрылғы өндіріс барысын қаз қалпында көрсетеді. Студенттердің автоматтандыру үдерісін үйренуіне қолайлы қондырғы. Важным делом занимайтесь. Сейчас робототехника, цифровизация, в целом искусственный интеллект – это уже, можно сказать, реальность современной жизни. Особенно в развитых странах. Поэтому нам ни в коем случае нельзя отставать от этих тенденций, которые развиваются. Поэтому хорошо учитесь, потому что такие специалисты нам нужны. Оқу орны азық-түлік тағамдарының түрі-түрін дайындайды. Дәлірек айтқанда өндіріс ошақтарына әзірлеу технологиясын ұсынады. Фермерлердің мұнда тегін білім алуына мүмкіндігі бар. Сол арқылы ауыл шаруашылығы саласын бүге-шүгесіне дейін меңгеріп шығады. Соның арқасында кейін түлектер екі қолға бір күрек іздеп сенделмейді. Жақын өткен форумда студент жастардың, магистранттардың, докторанттардың стипендиясын 25%-ға көтерілу деген тапсырма берген болатынсыз. Біз соған өте қатты қуандық, сізге үлкен рахметімізді айтамыз. Қазіргі таңда біздің стипендиямыз бар, жатақханамыз бар, студент жастарға жақсы жағдай жасалған. Сол үшін сізге барлық осы Қазату жастарының атынан үлкен тағы да алғыс айтамыз. Шәкіртақының көбеюі студенттердің білім алуға деген құлшынысын арттыра түскендей. Қазір олар молекулярлық биология мен гендік инженерияның заманауи әдістерін пайдалануға кірісті. Ал ұстаздар жағы алдағы 5 жыл ішінде бидай мен арпаның құрғақшылыққа төзімді жаңа сұрпын шығаруды жоспарлап отыр. Студенттер мысалы осы практика алып оқыған кезінде әртүрлі процестерді жай теориялық не болмаса аудиторияның ішінде ғана оқымайды. Олар сол цехтардың ішінде осы жұмыстар қалай атқарылады, қандай жабдықтар бар, оның бүкіл технология процесін барлығын өз қолдарымен істеп жасап сөйтіп шығады. Сол себептен қазіргі таңда біздің студенттердің білімі көтерілді. Біздің қазір жұмысқа орналасқан кезінде мына студенттерге біздің мысалы түлектерге сұраныс өте жоғары. Университет келешекте қос диплом жүйесіне көшеді. Түлектер қазақстандық қана емес, франциялық және америкалық оқу орнын тәмамдады деген құжатқа қол жеткізуі мүмкін. Бұл Қазақ агротехникалық университетінің халықаралық ынтымақтастықтағы негізгі бағыттарының бірі. Ауыл шаруашылығы саласының негізі өте осал деуге болады. Өйткені ғылым, аграрлық ғылым мен кадрлар дайындау мәселесін қолға алуымыз керек. Біздің университетіміздің екі әлемге әйгілі серіктесі бар, партнерлары. Бірінші Дэвис университеті, Құрама Штаттарының содан кейін Агрополитех университеті, бұл Париждегі орналасқан Францияның университеті. Екеуі де әлемде бірінші, төртінші орын алатын университеттер. Сол серіктеспен бірге қазір біз үлкен өзгерістер істеп жатырмыз. Өзіміздің университетіміздің ішінде оқу үрдісі қазір өзгеріп отыр. Енді келісім бойынша біз қазір нақты жол картасын жасап, бекітіп 5 жылға оқу үрдісін қалай өзгертетінін бәрін келісіп отырмыз. Егер де сол жол картасын бәрін орындайтын болсақ, бұйырса 5 жылдан кейін біздің дипломды Агрополитех университеті мойындайтын болады, яғни қос дипломға ауысамыз. Бір сөзбен айтқанда, оқу орны ғылыми университетке айналады. Әлемдік технологиялар бойынша елімізге қажетті ауыл шаруашылығы мамандарын даярлайды. Жүйені пайдалануды анықтау мәселелері кейбір ғарыш деректер бойынша мониторинг жасаудың дәлдігі әлі 100%-ға жете алмай отырмыз. 90%-ның асып 95-ке жақындап қалдық. Кейбір 100% мысалға анықтау үшін оған біз ғылыми зерттеу жұмыстарымызды ары қарай жасауымыз керек.
Мемлекет басшысы жерді пайдалану процесін бақылауға мүмкіндік беретін ғарыштан мониторинг жасаудың және жерді қашықтықтан зондтаудың заманауи әдістерімен де танысты. Мұндай тәжірибе әзірге Ақтөбе және Ақмола облыстарында қолданылып келеді. Алдағы уақытта басқа да өңірлерге енгізілуі тиіс. Рауан Мыңбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24.